Сабыр қарттың әңгімесі. Есік алдында бидай тазалап отырған қара кемпір Қатша жанына басқарманың жақындап келгенін байқамады. Амансың ба деп сәлемдескенде селк ете қалды. Астапыралла, сен бе? Деді басқарманы көріп. Зәремді алдың ғой, неге жаяу жүрсің? Басқарма бұлай үйге бейсәубет келе бермейді. Не қара қағаз алып келеді, не жұмысқа шақырады. Иә, қай жел ұшырып келді есігіме келе бермеу үшін. Не болушы еді, әскерге шақыру қағазын алып келдің. Ойбай, не дейді, кімді әскерге әкетпексің? Кімді болушы еді, Сабышты да? Ол әлі 16-да ғана ғой, жасы жеткен жоқ. Тәйт, деді басқарма өктем үнмен. Соғысқа адам жетіспей жатыр. 18-ге толған толмағанына қарамайды. Қара кемпір Қатша ашуланды. Үлкен ұлы соғыста қаза тапқан, екіншісі Сабыш әлі кіші. Осы Сабышым 18-ге толғанша соғысы құрғыр біте қойса болар еді деп Құдайдан күндіз түні тілейді де жүреді. Сөйтсе ол тілегінің орындалмайтын түрі бар. Мына басқарманың соғыстың қамын ойлап кенжесіне ауыз салғанына ашулана бастады. Әй деп шаңқ ете қалды. Соғысқа адам жетпей жатса неге өзің ауылда жүрсің? Зіңгіттей болып. Ана ұлыңды жібер, немене, менің баламнан жаны ардақты ма? 18-ге толғанша Сабышымды ешқайда да жібермеймін. Алып кететін болсаң жолыңда өлем. Басқарма ықпады. Заңның аты заң. Сталиннің бұйрығына қарсы шығатын кімсің сен? Менде шаруаң болмасын. Менің денсаулығым соғысқа жарамайды. Қатша да қызып алған еді. Өй, еркек болған түріңнен. Сенің қолыңнан ауылдағы қатындарға бақырудан басқа не келеді? Сабышыма тиме. 18-ге толған күні әкете бер. Барады деген соң барады. Болды, мен кеттім. Кетпесең жоғал, қайта қараңды көрсетпе. Күздің қысқа күндері өтіп жатты. Бүгінгі кеш те тез түсті. Қатша кемпірде көңіл күй де денсаулықта жоқ. 3 күн бұрын станцияға астық артып кеткен Сабышы әлі қайтпады. Бұл күн құрғатпай басқарманың үйіне барады. Басқарманың өзін таппай қайтады. Осыдан балама бірдеңе болсын, көресін менен көреді, деп басқарманың әйеліне айғайлайды. Басқарманың кербез әйелі бұның дөң айбатына пысқырмайды да. Балаңа бірдеңе болса, оны неге басқарма жауап беру керек? Айналайындар, тыныштық беріңдерші, дейді шаршаған үнмен. Неге шаршап жүргенін түсінбейсің. Жұрт құсап азалы кеш тірнектеп еңбектеніп жүрсе бір сәрі, бұрау басын сындырмайды. Ауылдың жарары соғысқа кетті де, мына қолынан дым келмейтін басқарма ауылға басшы болды да. Қатыны нағыз жарты құдайдың өзі боп шыға келді. Соғыс біреуге тозақ болса, біреуге жұмақ. Сабыштан сол күйі хабар жоқ. Бір арба астықты станцияға алып кеткен, жалғыз кеткен. Басқарма болса бұған ұстатпайды. Күнде ауданға құриды. Түк бітірмесе де барып келе береді деседі білетіндер. Ана жирен қасқаның соры. Соған отырып алады да тыным бермейді. Тіпті таяқ тастам көршісінің үйіне де атпен барады. Дәрет алуға да атпен барады екен, деп айналасындағылар мысқылдайды. Жирен қасқа десе Қатша кемпірдің көзіне жас келеді. Жирен қасқа десе Қатша кемпірдің көзіне жас келеді. Жарықтық күйеуі соғыстан алдын сол қасқаға мініп талай көкпар шапқан. Ол кезде құнан шықпай еді. Ақырында көкпарда мертігіп қайтыс болды да құнан аман қалды. Соның артынша соғыс басталып, жарамды малдардың бәрі қазынаға өтті. Әлгі жирен қасқаға тай күнінен қызығып қолына түсіре алмай жүретін басқарма жылқы қазынаға өтісімен бір тәулік өтпей дереу ерттеп мініп алды. Содан бері 2 көктем өтті. Қазір соның үстіне түспейді. Ауылдың тәңірісі өзі. Бетіне келетін еркек атаулы соғысқа кеткен. 3 күн алдын Сабыш қырманда қапталған астықтарды сыйғанынша артып тиеп станцияға тартқан. Сол жерден пойызға артылады да диірменге жөнелтеміз. Ол жағына Сабыш басқа тұрмайды. Мұның міндеті жеткізу ғана. Апарып тастайды да ауылға қайтады. Станция мен бұның тұратын ауылының ара қашықтығы 25-30 шақырымдай бар. Қадамдап өлшеп шыққан кім бар дейсің, жобалап айта салған шығар да, деп ойлайды Сабыш. Мұны екі араның қанша шақырым екендігі емес, соғыстың қашан бітетіні қызықтырады. Соғыс бітсе тек сабақ оқисыңдар, басқа жұмыспен айналыспайсыңдар, дейді апайы Әлима. Ондай жұмақ күннің болатынын Сабыш әлде қашан естен шығарып алған. Соғыс басталғанда бұл 13-14 жаста еді. Рахат кездері еді-ау. Ойын ойнағаннан басқа шаруа жоқ. Содан бергі 2 жыл мұны 20 жасқа есейтіп жібергендей. Ауыр қара жұмыс, буыны қатып үлгермеген баланы қатты шаршатады да. Сол себепті соғыстың тезірек бітуін тілейді де, апайы айтқан сабақтан басқамен айналыспайтын күндерге тезірек жеткенше асығады. Ауыл мен станцияның арасында кішірек оба бар.
Ол жерде 10-15, бір қызығы осы жолмен қанша жүрсе де сол ауылға барған адам емес. Уақыты жоқ, астықты тіке апару керек те тіке ауылға қайту керек. Қазынаның атын қалағанша мінуге қақы жоқ. Обаға жақындағанда астындағы мәстек осқырына қалды. Бірден тоқтағанда арбаға тауғып тиеген астық аударылып түсе жаздады. Чу-чу деді де мәстекті қамшының сабымен нұқып. Қамшылауға дәті бармады. Митыңдап жүрген мәстекті аяды. Осы кезде анадайдан біреу тап бола кетті. Бейтаныс еркек мұның бірден атын атады. Сабыш, тоқта. Мені қайдан таниды, деді Сабыш. Иә, сізге не керек, деді жақындап келген еркекке. Маған 2 қап бидайыңды тастап кетесің, деді. Бейтаныс дөрекі дауыспен тікелей іске көшіп. Жоқ, тастай алмаймын. Тастайсың, егер тастамасаң басқарманы осында шақырамын. Басқарманың атын естіп селк ете қалды. Басқарманың өзін шақыра алатын құдірет болса, мынауың да осал адам болмағаны ғой. Жоқ, тастай алмаймын, деп атын қамшылай беріп еді. Бейтаныс мұның тізгініне жармасты. Сен өзі менің кім екенімді білесің бе? Бол, сөзді көбейтпе. Сабыш аянып отырмады. Қамшымен басына салып жіберді. Сабыштан мұндай қайратты күтпеген бейтаныс еркектің қолынан тізгін сусып кетті. Басын қорғалаған еркек не істерін білмей азырақ дағдарды да айғайға басты. Әй боғмұрын, мына тірлігің басыңды жұтатынын білесің бе? Не істеп тұрсың? Маған қамшы сілтейтін сен кімсің, а? Сабыш қарап тұрмады. Қолымда қамшы бар ғой, неден қорқам? Алыса кетті. Айғай шыққанға адамдар жиналып қалды да арашалай бастады. Бетін қан жуып, қабағы жарылған әлгі еркек бұдан таяқ жеп қалғанына намыстанғандай бұзақы, қолында қамшысы бар екен, әйтпесе тепкілерем, деп кіжініп бұған тағы ұмтылып еді. Арашашылар жібермеді. Қайдан пайда болғаны белгісіз басқарма шыға келді. Мұны көре салып, әй сен неге адамды сабайсың, мұның қылмыс қой, деп айғайлады. Неғып жүрсің, құрысай станцияға астықты тез жеткізсей. Сосын жүрші мына жаққа, деп адамдардан аулағырақ ап кетті де сыбырлаған үнмен, Сабыш, анау менің нағашым ғой, 2 қап бидайды соған тастап кет. Мен қырманда накладнойға 2 қап кем жазғанмын. Жарай ма, деді. Сабыш жарайды дей салса, құда да құдағи да тыныш болар еді. Бірақ ауылдағылар жейтін ас таппай жүргенде бұл айдаладағы нағашысын жарылқағанына зығырданы қайнап кетті. Мұныңыз не? Одан да сол бидайды ауылдан дән жинап, өздері аш жалаңаш жүргендерге беріңіз, деді тістеніп. Даусы қаттырақ шығып кеткен болу керек. Басқарма, әй жайырақ, жұрт естіп қояды, деп көзі алақтады. Жарайды, айтқаның болсын. Бүгін кешке сенің үйіңе де 2 қап астық берем. Тек мына нағашыма сұрағанын тастап кет, жарай ма? Жоқ. Қаршадай баланы көндіре алмаған басқарма не істерін білмей, Сабыш, айтқанды істей қойшы, дей бергенде бұл жоқ, деді тағы, жұлып алғандай. Деді басқарма ызаланып. Иттің күшігі. Бермесең қой, осыдан қарап тұр, адам сабады деп соттатып жіберем. Әлі өкіндірем сені. Сабыш ештеңе де айтпастан мәстегіне қарғып мінді де станцияға тарта жөнелді. Мана мұнымен төбелескен бейтаныс та, арашалаған адамдар да, басқарма да обаның етегінде состиып қала берді. Станцияда адам қарасы көбірек болғасын ба, мұның ауылына қарағанда осы жер көңілді. Сабышты бәрі жақсы танып алған. Тоқаш сататын әйелдерде Сабыш, пирожки алсайшы деп жамыраса жөнеледі. Тоқашты үнемі ала бермейді. Үйінен алып шыққан қуырылған бидайды асап алады да жүрек жалғап алып жүре береді. Бірақ оған шалға құрсақ асқазаны қанағаттанбайды да, май аралас тоқаштың иісі мұрнына келгенде тәбеті ашылып, мазасын қашырып жібереді. Тоқашты алдына үйіп қойып, қалағаныңша жегеннен асқан бақыт бар ма, деп қайдағы бірдеңені армандап кетеді. О, Сабыш, дорогой мой, деген шодыр қарттың таныс даусы естілді. Астықты сол қабылдап алады. Кейде ауылдағы басқармадан көрмеген мейірімді сол шодыр қарттан табады да, оны көрсе елжірей түседі. 2 қап астық артық әкеліпсің, деді қаптарды санаған шодыр бұл ұсынған қағазға көз салып. Неге қателестің екен, а? Қырманшының артып жібергені ғой, ал накладнойға қарамаппын, деді Сабыш. Енді ұлыған асқазанының үнін өшіру үшін қалтасындағы қуырылған бидайды асауға кірісті. Ауызға салғанын сол еді, бұйырмағанға дауа бар ма? Басқарма мен әлгі мұнымен жағаласқан бейтаныс еркек бір топ адаммен жетіп келді. Міне осы қамаңдар антұрғанды. Сүттей үйіп тұрған станцияның тынышы қашты. Біреулер Сабыштың қолын қайырып, әлде қайда дедектетіп сөйлей жөнелді.
Мен не істедім деуге ғана үлгерді. Бидай ұрладың, адам сабадың, деді әлдебіреу. Басқарманың даусына ұқсатқан жоқ, басқа дауыс. Қанша жер жетекте жүргенін білмейді. Зәресі ұшқан Сабыш мына пәленің қайдан тап болғанын ойлап, шешімін таппай әлекке түсті. Бланкідегі артық 2 қап астық жайлы ойлағанда бәрін түсіне қойды. 2 адам қолын қайырған күйі арбаға отырғызды. Ат арба ауданға қарай тартты. Қаупі рас болып шықты. 2 қап астықты қырманнан ұрлап әкетіп, станцияға апарып сатпақ болған деген жазылыпты арызда. Басқарманың соттатам деп кіжінгені есіне түсті. Шынымен 2 қапты сонда бере салғанда не ғып еді? Осы кезде қуырылған бидайға тойып алып ауылға әндетіп қайтып бара жатар еді. Енді мынау қас пен көздің арасында басы бәлеге шатылды да қалды. Анасы уайымдайтын болды. Мәстекпен арба қайда қалды екен? Оны сірә басқарма құртатын шығар. Егер арыздағының бәрі рас болса, сотталасың. Бірақ сотталуға жасың жетпейді екен ау. Тегін жұмыс істейсің де 18-ге толғасын сотталатын шығарсың, сірә, деді тергеуші. Бұл үндеген жоқ. Тергеуші өз жұмысына кірісті. Бірдеңелерді сұрады. Әңгіме қырманда артылған 2 қапқа жеткенде оқиға жылжымай-ақ қойды. Қырмандағылардың өздері артты. Мен ештеңе білмеймін. Сабыш, дейді тергеуші. Сен ештеңе жасырма. Қазір сотталмайсың, қорықпа. Өтірік айтсаң сотталасың. Мен шынымды айтып отырмын ғой. Бері қара. Сен өтірікші өтірігін өтірікпен жабады деген сөзі білесің бе? Егер өтірік айтсаң, ол бәрібір ашылады. Сонда ол өтіріктің ізін жабу үшін тағы да жаңадан өтірік ойлап табуыңа тура келеді. Сосын одан да бетер шатасасың да соңында масқара боласың. Сен осы бастан бәрін қаз қалпында баяндай бер. Жарай ма? Бұл тағы үнсіз қалды. Шын айтып тұр ғой, өтірігі несі? Өтірік айтуға дағдыланбаған. Бала күнінде бір өтірігі ашылып қалып, әкесінен оңбай таяқ жегені бар. Содан бері өлсе де өтірік айтпайтын болған. Өтірік айтса әкесінің әруағы ренжіп қалатын тәрізді. Жоқ, бұл өтірік айта алмайды. Тергеуші мұның ойын оқи алмайды әрине. Бірақ мұның айтқанына сенбей ме, шыныңды айт, өтірік қоспа деген сөзін қайталай береді. Мен ештеңе де білмеймін, деді Сабыш. Арт деп босатқан қаптарды ғана арттым. Ал накладнойды мүлде оқығаным жоқ. Жарайды, сенейін. Бірақ қағазды мүлде оқымағаныңа куә бар ма? Оны кім растай алады? Өзім растаймын. Тергеуші езу тартты. Балақаяу, баламысың деген. Оқымасаң оқымағанда боларсың. Бидай ұрлап сату ойыңда да болмаған шығар. Бірақ мен арыз бойынша жұмыс істеуім керек. Міндетім сол. Сен қорықпа. Шыныңды айта бер. Дұрысы сол, сотталмайсың, уайымдама. Тергеу жұмысы әлгі төбелестің тұсына келгенде тіпті алға баспайды. Сабағаның рас па? Рас. Неге сабадың? 2 қап бидай бер деді. Бермеймін дедім. 2 қап бидай сұрағанда жандарыңда тағы кім бар еді? Ешкім жоқ еді. Әп бәлем, басқарманы тыңдамау деген қандай екен? Болды, енді анаңды көрмейсің, түрмеде шірейсің, деп қақалаған дауыстан оянып кетті. Түсі болғанына өкініп қалды. Өңі болғанда ғой басқарманың жағасынан алар еді. Амал не, мына қырсық тағдыры ондай мүмкіндікті де бермей жатыр ғой. Қуықтай тар бөлмеде бүк түсіп жатқан Сабыш әкесін ойлады. Әкесі кім, басқарма кім? Елдің азаматтары соғыста жүргенде ауылда жүрген оны ешкімде жақтырмайды. Оның не себептен соғысқа бармай жүргені бұған жұмбақ. Соттатам дегенін соттатады, жұмсаймын дегенін жұмсайды. Әйтеуір дәуір соныкі. 3 күн өтті ме, 5 күн өтті ме, Сабыш тәуліктен шатасып қалды. Бірінші күні тергеушімен таныстым. Кейін қырман жайлы тергеді. Одан кейін де қырман жайлы, сосын төбелес жайлы, сосын ауданда қамалып жатқанына неше күн болғанын осылай есептеп шығармақ болады. Шатаса береді. Өмірдің өзі осындай шатасулардан тұратын болса керекті. Негізі тергеуші жаман адам емес. Бұған ашуланғанда, балағаттағанда, айғайлағанда емес. Жазықсыз қамалып отырғанында сезетін сықылды. Бірақ неге екенін бұған сенбейді. Шыныңды айтсайшы деп әлде неше рет қайталайды. Сонда сіз арызда жазылғандарға сеніп отырсыз ба? Деді бір жолы Сабыш. Тергеуші күлген. Амал нешік сенуіме тура келеді. Себебі куәлері бар. Күштің бәрі куәда ғой. Бұл тіпті түңіле түседі. Сонда мен ешқашан босамаймын ба, дейді. Босайтын шығарсың, жазығың жоқ болса қамай алмайды. Бірақ дәлел керек, дәлел.
Бұл тағы да ойдың тұңғиығына батады. Қалай дәлелдемек? Мұны қорғап кім куә бола алады? Мұны кім құтқара алады? Ойша таныстарының бәрін тізіп шығады да, ешқайсысы да құтқара алмайтын секілді. Сонда бұл босай алмайды ғой демек. Тергеушіге өтініш жасайды. Түкте жазығым жоқ қой, мені босата салыңызшы, үйге қайтайын дейді. Тергеуші бас шайқайды. Қолымнан келмейді дейді күлімсіреп. Тергеушінің күлкісі де жексұрын көрініп кетті. Адам уайымнан ішкені ірің болып жатса, күлгені несі? Бір күннен соң тергеушіні іздеп бейтаныс кісі кіріп келді. Сен Бабыштың інісі емессің бе? Деді бейтаныс адам бұны жыға тани алмай жатқан адам секілді қарап. Иә, деді Сабыш. Жақсылық күткендей оған үміттене қарап. Бәсе, аумайсың. Облыстан келген уәкіл боламын ғой. Мына тергеуші бір кездегі курстасым. Атым Қайсар. Ағаң екеуміз майданда бірге болып ек, кейін екі жаққа бөлініп кеттік. Туысын көргендей Сабыштың көзіне жас келді. Ағам соғыста қаза тапты. Алла, байғұсай, Алла алдынан жарылқасын. Соғыс талайларды зар жылатты ғой. Менің де мына сол қолым жансызданып қалған. Буынның арасына тұрып қалған оқты дәрігерлер ала алмады да мені елге қайтарып жіберді. Бірі соғыста өлген ағасын, екіншісі майдандасын ойлап бір сәт үнсіз қалды. Иә, мұнда не ағып отырсың, не бүлдірдің? Ештеңе де бүлдірмедім, жала жабылды. Ары қарай не болды дедік ақсақалға. Ағамның майдандасы көмектесті ме, не болғанын білмеймін. Сол күні босатты ғой. Кейін тағы тергеуге шақырды ма? Жоқ, тергеуге де, әскерге де шақырмады. Сол күйі жабылып кетті. Басқарма облыстан келген уәкілден сөгіс алған ба, мен ауылға келгесін ұзамай-ақ жұмыстан босады да, орнына ауылдағы бір әйел сайланды, деді Сабыр ата. Ары қарайғы оқиғалардың баяндай қоятын ештеңесі жоқ. Қызметінен түсіп, жүні жығылып қалған басқарма бір түнде басқа жаққа көшіп кетеді. Одан соң не күн көргенін ешкім хабарсыз. Ұзынқұлақтың айтуынша соғыс біткен соң оны ешқандай мекеме керек қылмаған, қара жұмыспен айналысқан. Сабыр қартпен кездесу 2 сағатқа ғана созылды. Қарттың әңгімесіне тоймай сұрақты қоя бербем, бізді бастап келген пионер вожатый, болды, уақыт бітті, ата шаршайды, қайтамыз, деп қоярда қоймай бізді қарттың ауласынан ертіп шықты. Ол кезде ардагерлермен сұхбаттасу деген пионерлер арасында жақсы сат бар еді. Кейін ойласам, біз сұхбаттасқан кезде ата 60-тан енді ғана асқан жігіт ағасы шағы екен.